Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Жайлыбаева Сымбат Төлегенқызы, Орал қаласындағы Олимпиада резервінің облыстық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің физика пәнінің мұғалімімін. Имаканова Венера Адиловна, информатика пәнінің мұғалімі. Бүгін сіздердің назарларыңызға оқушылардың өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын дамыту мақсатында өткізілген практикалық сабағымызды ұсынғалы отырмыз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын алдымен біздер деген осы физика және информатика пәндері арасында көпір салдыру үшін, жалпы арасындағы байланысты бекіту үшін көпір жасау деген тренингті ұйымдастырған болатынбыз. Бұл үшін А4 қағазын балаларға үйлестіріп, шарды жалғастыру арқылы көпір жасату болатын. Бұл тренингтің мақсаты жалпы бүгінгі сабақтағы балалардың бірлесіп жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру болатын. Сонымен қатар бүгінгі сабағымыздың мақсаты жылу қозғалтқыштардың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау, электрондық кестелерді қолдану арқылы есептерді шешу үшін кірістірілген функцияларды пайдалану. Яғни, екі пәнді кірістіре отырып, практикалық тапсырмаларды орындату арқылы оқушылардың өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын дамыту. Барлығымыз экран бар еді. Сіздерге ол үшін алдарында 12 ұяшық берілген. Ол 12 ұяшықтың артында өткен тақырыптар бойынша физикадан да информатикадан сұрақтар жасалған. Сендер сол сұраққа бір жауап беріп, бір балдан алып отырасыздар, және оның артында не жазылғанын тауып көріп тұрасыз ма? Ал кетіп бірінші сұрақтан бастайды. Терезесі, Үнәс. Энергиясының Налбайды, дүние бір күйден екінші күйге ауысқан кезде ішкі энергияның өзгерісі неге тежеді? Жылу мөлшерімен жұмыстың қосылады. Жақсы, келесі, соңғы сұрақ. Жүйенің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрі неше? Үшеу қанағады? Параметрлер. Сабағымыздың негізгі бөлімінде балаларға фиксики деген, кімдер деген сұрақ тастау арқылы бейне жазба, яғни бейне ролик көрсетілген болатын. Бұл жерде оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, жаңағы ұяшықтардың арттарына жасырылған суретті балалар табу арқылы олар кімдер, жалпы бүгінгі сабағымызда қандай орын алады деген мақсатта көрсеткен болатынбыз. Фиксики бұл күлкілі балалар анимациялық сериалындағы кейіпкерлер, олар көптеген ересектер үшін де қызықты болатын. Жалпы басты кейіпкерлер адамның ақыл ойымен, қолымен жасалған заттардың ішінде өмір сүретін кішкентай фиксикилер. Олар әртүрлі технологиялардың нағыз мамандары, олар жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзарта отырып, оған қамқорлық жасайды. Фиксикилер ұсақ тұрмыстық техниканы оңай жөндей алатын саналы және білікті шеберлер. Дәл осы фиксикилер сияқты бүгін біздің оқушылар саналы да білікті жаңағы фиксикилер ретінде практикалық тапсырмаларды орындайтын боламыз деген мақсатта алған болатынбыз. Алдымен оқушыларды топқа бөліп алдық. Топқа бөлу үшін осы фиксики анимациялық мультфильмдегі симка, нолик, папустар, масиктер деп 4 топқа бөліп алған болатынбыз. Бірінші есепті балалар тақтаға шығарып, нені табу керек, қандай формуланы табу керек, соны талдап тақтаға шығарған болатын. Одан кейін балаларға екінші дыбысты хабарлама келеді. Яғни бұл жерде оқушыларға видео хабарлама келеді, балалар оны тыңдап көреді, яғни балалардан көмек сұрайды. Бұл есепті екі жолмен шешу керек болатын, яғни екі топ физикалық жолмен есептің шешуін табатын болса, келесі екі топ информатика бойынша компьютерда орындап шешуін тауып керек болатын. Яғни осы анимациялық мультфильмнің бір эпизодына түсіп жатыр деп елестетіп, балалар өздерін әр топ әртүрлі мәселелерді шешуге арналған модельдер мен жобаларды қарастыратын бір конструкторлық зерттеу бюросы болып есептелді. Яғни бірінші топ талдаушылар бұлар есептерді әдеттегі дәптерге физикалық жолмен шығарған болса, екінші топ бұл экспериментаторлар. Олар есептерді Excel программасына кірістірілген функциялардың көмегімен шығару, яғни керек болатын.
негізгі бөлім есептер шығарып болғаннан кейін оқушыларға қорытынды тест, жалпы сабақты қорытындылау үшін lifeworksheets.com бағдарламасы арқылы тест тапсырмалары берілген болатын. Жалпы тест сұрағы 10 сұрақтан тұрады. 5 сұрағы физика пәні бойынша, 5 сұрағы информатика пәні бойынша. Оқушылар орындап жауаптарын мұғалімге кері жіберген болатын. Және сабақтың соңында бұл оқушылардың жіберген жауаптары үлкен экран арқылы көрсетіліп, оқушыларға өздерінің қанша сұраққа дұрыс жауап бергенде туралы көрсетілген болатын. Ең соңында рефлексия жасалды. Бұл да жаңа Mentikom бағдарламасы арқылы 3 нұсқада өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды, мен сабақты жақсы түсіндім, тақырып бойынша әлде ізденуім керек деген нұсқаларда оқушылардан кері байланыс алынған болатын. Үйге тапсырма беріліп, сабақ осылай аяқталды.